Армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті көрермендер. Бүгін біз кезекті видеомыз бастайтын боламыз. Бүгінгі айтатын негізгі мәселе бұл Шыңғыс ханның жеке күзеті болған, яғни оққағары болған қоршылар туралы айтатын боламыз. Шыңғыс хан ол кезде Шыңғыс хан емес, Темүршін хан кезінде ол жаңағы өзінің хан атасы болған Керей Уаң ханмен шекісіп қалады дағы. Содан кейін ол екеуі соғысып, Шыңғыс хан жеңіліс тауып шығысқа қарай, мына Құланбүйір деген жазық бар. Теріскей жағында Құланкөл, түскей жағында Бүйіркөл деген көл бар. Соның арасындағы жазықты Құланбүйір жазығы дейді. Сол жазыққа қарай көшіп кетеді, шығысқа қарай. Сонда барып ол бір Балжуне деген батпақты көлдің жағасына барып, сол жерде бір кішкене аялдайды. Сөйтіп өзінің жаңағы қасындағы әскерлерінің жалпы санын қайта жаңа есептеп шығады. Сол кезде оның қасында енді Юань-Чжоу Биши жылнамасы бойынша 2600 дейді. Ал Рашид ад-Диннің Жамиғат Тауарихы бойынша 4600 адам, яғни қару ұстайтын сондай адам қалған оның қасында. Сөйтіп ол бұрын жаңағы хан атасы бар кезде, яғни Керей Уаң ханның қарамағында жүрген кезінде, анау андасы болған Жамұқамен жаңағы қатынас жақсы болған кезінде, ол әлдеқайда жаңа бейқамдау жүрген. Енді мына жағдайдан кейін ол өзіне барынша сақтық жасайды дағы. Содан кейін өзін қорғап жүретін, қасында ылғи да қасынан табылатын сондай арнайы күзетті жасақтайды. Ең бірінші оның қасында сол 150 күзеті болады. Оларды сол замандағы тіл бойынша қоршылар деп атаған. Оның 80-і күндіз күзететін қоршылар болады, олар торғауыттар деп атайды. Ал 70-і түнгі күзет болады, оларды қаптауылдар деп атайды. Яғни күндізгі және түнгі күзеті болады оның қорғап тұратын. Кейін бұл енді алғашқы кезінде, кейін ол ұлы хан болған кезде оның осы жаңағы қоршылары бір түменге жетеді. Яғни 10 мың сарбазға жетеді. Оның 8000-і торғауыл, 2000-і қаптауыл болады. Енді бұл қоршы деген сөздің өзі қайдан шыққан деп былай қарайтын болсақ, бұл енді түркінің қоры деген сөзінен алынған сөз ғой. Түркінің қоры деген сөзі, жаңағы қоры деген қазақ тілінде де бар сөз. Бұл қору, яғни қору, қарап жаңағы күзетіп жүру. Мысалы Махмұт бабамыз айтады өзінің сөздігінде. Ол мынандай сөйлемді келтіреді. Ол маңа қорық қорышты дейді. Ол маңа қорық қорышты. Яғни бүгінгі тілмен беретін болсақ, ол маған қорық қорысты. Яғни қорықты, қорғасты, қорыды деген мағынада. Енді осы жаңағы қорық деген сөз, мына біздің тілімізде бар ғой, бір арнайы жерлерді, мысалы табиғаты жақсы жерлерді қорып, сол жерді арнайы қорық жасайды. Қорық деп атайды. Табиғаттың жақсы әдемі жерлерін қазіргі заңмен қорғап, қорық деп атайды ғой. Ал Махмұт Қашқари айтады, ертеде байлар дейді өздерінің жақсы жайлауларын қорып отыратын болған, ол жерлерді қорық деп атайтын дейді. Қорық деген жаңағы арнайы күзетілетін, қорылып отыратын жер екен.
Ал енді ол қазір біздің тілімізде де бар, әсіресе оңтүстіктерде өзінің мына қоршап алған жерлерін қорық деп атайды. Яғни қорып тұратын жер. Осы түбірі осы қору деген сөзден, яғни ханның қорғаушылары, яғни қоршылар шыққан. Олар қоршы деп атаған. Қорушы. Енді осы жайлы мына Қытайдың бір жылнамасы бар. Хида Шилуе деген жылнама бар. Қытайлар жазған. Хида Шилуе қара татарлар жайлы татарлар жайлы кітап деген сөз ғой. Сол Хида Шилуеде айтады, хағанды қорғайтын әскерді олар холучы деп атайды дейді. Холучы, яғни мынау ханзулардың тілдері ыр-дыбысына келмейді, олар соны ыр-дыбысын көбінесе өзгертіп не түсіріп тастайды, не басқа дыбысқа бұрмалап айтады. Енді олар айтады, олар холучы деп атайды дейді. Қағанды қорғап тұратын күзет әскерді холучы деп атайды дейді. Бұл қоршы деген сөз, қоршылар. Енді мынау орысша кітаптарда көбінесе оны оруженосец деп атайды. Қоршы дегенді оруженосец деп аударады, бірақ ол негізі дұрыс емес. Ол әдейі сөздің мағынасын бұрмалап әкету үшін солай аударған. Негізінде қоршылар жаңағы қорып тұратын, қағанды қорғап жүретін, соның негізгі оққағарлары қоршылар деп атаған. Және олар өте жаңа 5 қару, бойында 5 қару сақадай сай тұрады. Солай жаңа ханды қорғап жүреді. Олар күндіз жаңа хан ордасын қорғап тұратынды торғауыт деп атайды. Ал түнгі күзетін қаптауыл деп атаған. Ол жаңағы түнгі күзеті күндізгі күзетке қарағанда тығыз орналасқан, яғни халық әскер сарбаздар жиі қатармен тұратынында ханның ордасын қоршап тұратын болған, яғни қаптап тұратын болған. Осыдан қаптап тұратын болғандықтан қаптауыл деп аталған. Бұл да түркінің сөзі. Мысалы біз қазірде бір жерге адамдар көп жиналып қалса, ана қаптап кетті, бәле жерде адамдар қаптап жүр, ана жерде осындай қаптап кетті деп айтып жатамыз ғой. Сол қаптау деген сол жаңағы тығыз орналасу деген мағынаны береді. Мынау ханның ордасын олар түні бойы сондай күзетіп отыратын болған. Енді жаңағы айттық қой, бұның ұлы қаған болған кезінде оның жаңағы бір түмен қоршылары болды деп. Оны қоршы кезіктен деп те атаған. Кезіктен деген жаңағы оны Рашидат-ин көбінесе Жамиғат Тауарихында кезік деп айтады. Оның мағынасы жаңағы кезек деген мағына береді дейді. Өйткені олар кезектесіп қызмет атқаратын болған. Күндізгі күзет тұрады, торғауыттар. Олар кеш болғаннан кейін олар кетеді, дағы түнгі күзет келеді. Түнгі күзет қаптауылдар. Олар барынша жиі орналасады, қаптап тұрады хан ордасын. Солай кезектесіп қызмет атқаратын болғасын, оларды кезік деп атаған. Кезіктен деп те айтады. Қоршы кезіктен дейді. Кей жерлерде олар тұрғақ кезіктен деп те атайды. Немесе тұрғақ жерік деп те атайды. Тұрғақ жерік деген ханның ордасының маңайында ылғи тұратын жаңа тұрақты әскер деген сөз. Тұрғақ жерік дейді оларды. Жаңағы кезікті тұрғақ кезік деп атайды екен. Тұрғақ кезіктен деп те атайды екен. Бұл жаңағы орысша кітаптарда очередная стражевая служба деп аударылады көп жерлерде. Бұл жаңағы кезектесіп кеп қызмет атқаратын сондай әскери қызмет, қоршылар, яғни ханның қорғаушылары. Осы қоршы деген сөзді жаңағы осы уақытқа дейін бұның мағынасын ешкім ашпаған, тарихшыларда бұған мән бермеген. Қоршы деген, яғни қорғаушы деген мағына береді екен. Ал енді сонда Марко Поло деген анау венециандық
саяхатшы болған ғой, Құбылайдың сарайына келген. Сол айтады, Құбылайдың 12 мың қоршылары болды дейді. Олар әр 3 күн сайын дейді 4 мың сарбаз кеп қызмет атқарады, қорғаушылық қызмет атқарады дейді, әр 3 күн сайын. 3 күннен кейін ол 4 мың сарбаз кезегін өткізеді дағы, олар кетеді, орнына басқа екінші бөлік келеді дейді. Осылайша жаңағы 3 рет осындай кезектесіп, Құбылайдың сарайын қоршы кезіктендер осылай қорғап тұрады дейді. Ал енді қоршылар бұлар жаңа айттық қой, 10 мың бір түмен қоршылар болған. Енді осылардың әрқайсысына әр мыңына бір мыңбасы тағайындаған. Сол мыңбасылардың үшеуі жалайыр руынан, жалайыр тайпасынан шыққан, үшеуі. Біреуі Қоңырат тайпасынан, тағы біреуі Маңғыт тайпасынан. Маңғыт деген бұл мынау қазір Қоңыраттардың арасындағы Маңғытай деген рудың арғы тегі болып келеді бұлар. Ол сондай мәліметтер бар, Рашид ад-Динде де, басқа жылнамаларда да. Ал енді жаңағы жалайырлардан үшеуі Арқай Қасар, Елшідей, сосын Бала деген үшеуі болған. Қоңыраттан жаңа Ақатай деген болған. Маңғыттардан Доқолқы Черби деген болған. Одан кейін Арлаттардан Өгеле Черби деген болған. Бұл Арлат Бөгөрчі Ноянның, Шыңғысханның ең жақын досының бірі. Бөгөрчі дейді, сол Бөгөрчі Ноянның інісі болған ол. Енді Шыңғысханның өзі мына Юан Чаубиши жылнамасында айтады, менің қоршыларым дейді, басқа әскерлерден, тіпті түменбасылардың өзінен бір үзеңгі бойы жоғары тұрады дейді. Мен қоршыларым дейді, егерде кімде-кімге барып түменбасы болсын, мыңбасы болсын, оларға барып талап қоятын болса, не бірдеңе сұрайтын болса, олар міндетті түрде ол қоршыларға жауап беруге тиіс. Түменбасылардың өзі. Тағы бір жерінде айтады, мынау жаңағы сол қоршылардың өзінде қызмет ететін жалайыр Елшідей Ноян деген болған. Сол Елшідей Ноян бір күні түнде жүргенде оны қоршылар ұстап алды дейді. Ұстап алып апарып тапсырған дейді, жаңағы қамайтын жерге. Яғни олар соншалықты ханға берілген қызметкерлер болған, олар ханның төбесінен құс та ұшырмайтын болған. Және олар күндіз жүрген кезде де олар ханмен бірге қапталдасып жүретін болған, қоршап. Егерде кім бір шалт қимыл жасайтын болса, олар тез арада қағып түсіретін болған. Яғни қарулары бәрі сай, өздері мықты жігіттер. Және тағы бір айта кететін нәрсе, бұл қоршыларға өте түр келбеті сымбатты, дене бітімдері шымыр, содан кейін бойшаң жігіттерді іріктеп таңдап алатын болған. Және бұл соғыс кезінде ең алдыңғы шепте жүретін әскер болатын бұл қоршылар. Қоршы кезіктен деп аталады. Ал енді осы бүгінгі айтатын тақырыбымыз осы. Енді бұған алып қосатын, былайша айтқанда әңгімелер өте көп, бірақ та бұл мына уақытты көп алатын болғандықтан осы айтқанымыздың өзі жетеді деп ойлаймын. Ал енді сұрақтарыңыз болса, маған комментарий арқылы қоюларыңызға болады. Міне бүгінгі айтатынымыз осы. Видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп отырыңыздар, барынша таратып отырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Келесі видеоны күтіңіздер. Сау болыңыздар.